Каналыма қош келдіңіздер достар. Бүгін сіздермен нәзік қамырдан шығатын Наполеон тортын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Содан соң мұздатқыштан шыққан сары майымызды ұнға аунатып отырып үткіштен өткіземіз. Енді бәрін жақсылап тұрып араластырып крошки жасаймыз. Содан соң бір жұмыртқамызды саламыз. Тұзымызды қосамыз. Мұздай суға уксусты қосып араластырамыз. Енді осы қоспаны құйып, жұмсақ қылып қамыр елейміз. Қамырымызды целлофанға немесе пищевая пленкаға салып, мұздатқышқа 20 минутқа салып қоямыз. 20 минут өткен соң қамырды алып бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 9-10 бөлік шығады. Менде 9 бөлік шықты. Жақсылап тұрып, ұн сеуіп әрқайсысын домалатып қойып, мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Мұздатқыштан шыққан қамырымызды бір-бірден алып, жақсылап тұрып, ұн сеуіп, жұқалап жаямыз. Домалақ формасын шығару үшін мен осындай қақпақты қолдандым. Енді қамырымызды алып, противеньге жайып қоямыз. Қақпақтың формасымен дөңгелетіп кесіп аламыз. Шанышқының көмегімен бетін тесіп шығамыз. 200 градуста қызып тұрған духовкаға шамамен 5-7 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кремін жасаймыз. Кремге бізге бөлме температурадағы сары май қажет. Оны бірінші өзін ғана араластырып аламыз. Содан соң сгущенкамызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Креміміз дайын болды. Жан-жақтарын жинап, әдемі қылып қоямыз. Корждарымызға крем жағып, тортымызды жинаймыз. Корждарын шеттерін алып, қолымызбен үгітіп аламыз. Үгітілген корждармен тортымызды әсемдейміз. Тортымызды тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Тортымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Сымбат. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.